25 қазанда ДВК-ның ұлы көсемі Мұхтар Кабулович Аблязов шетелде отырып дүйім жұртты бараны деп қойып билікке қарсы митингіге шақырды. Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Ел болам десең бесігіңді түзе, балық басынан шірейді, бірақ құйрығынан бастап тазаланады. Мемлекет саған не береді емес, сен сол тұрып жатқан мемлекетке не бересің деген сөздер тегін айтылмағанмыз. 30 жыл билік еткен Нұрекең кеткелі біраз уақыт өтті, бірақ шу әлі басылар емес. 30 жыл сонымен бірге болған, беріп және алуды жақсы меңгерген халық мұра болып қалды. Жаңа Қазақстан, екінші республика деген сөздер халыққа еніп кетті. Ал халық ше? Халық өзгерді ма? Айдалада отырып алып арамтамақ атанбай, политический убежищесі мен саяси босқын деген атағынан айырылып қалмаудың амалын жасап отырған Аблязов кімге көсем өзі? Ит тойған жеріне деген бе? Әркім не істесе де өз қамышын істеп жүр. Ел үшін, елдікті сақтап қалу үшін жан-тәнімен жұмыс істеп жүргендер шамалы. Митингіге шыққан сол қанды қаңтардың құрбандары өзіміздің қара көз қазақтар. Сол митингінің жетістігі қандай? Жылаған әке мен шеше, жетім, жесір қалған ана мен бала, уақытша байған ұры-қарлар, миллиондаған шығын. ОДКБ-дан көмек сұрап әскер кірді. Дұшпанға жаныңды берсең де сырыңды берме дейді қазақ. Үйдегіні сыртқа тасыған сатқын жұрт әрдайым болған. Міне солардың арандатуына тағы жем болмайық. Кеше үш қайнаса сорпасы қазаққа қосылмайтын шошқа жегі славян ағайындылары соғысып жатқанда арша түспей, бір тарапты таңдап қолдау көрсетіп жүргендер бүгін қайда? Неге үнсіз? Иісі мұсылман палестиналықтарды мал шағырып жатқанда сол активистер неге тыныш отыр? Анау феминистер қайда? Қыздардың хиджабын шешіп абыройларын тамашалатып жатқанда әйел құқығын қорғаймыз деген екіжүзділер неге үнсіз? Себебі бұл қаржы беретін қолды қаппайтын политическая проституция деп аталады. Бүкіл әлем мұсылмандар, тіпті христиандардың өздері де палестиналықтарды қорғап, біз біргеміз деп жатқанда, біз билікке қарсы митингіге шығуымыз қалай? Сырттан қаржыландып отырған өтірік саяси белсенділердің қолшоқпары болмайық ағайын. Қазақтың жанашыры қазақ қана. Тату болайық, жұмыла көтерген жүк жеңіл. Әр қазағым жалғызым деген қазақ заты бар арнаға қолдау жаса, тіркел.